Америкада $8 тұрады ғой бір темекі. Америкада. Иә. Шегіп бір өзім лақтыратын жерім бар. Сол жаққа лақтырып темекі тіп қалады тоже. Бір жерге бару керек, үшін $8 қайтып келесің да. Мына бычок по-любому менікі. Сәл ұзында болып тұрген бұл. Менің ерінім тиген. Мына по-любому менің бычогым. Темекі тастау. Маған тастау керек. Рахмет. Мен амалдарын жасап жүрмін ақырында. Жоқ, оған негізі іштей мида бір осознанность керек, бір өз-өзімен. Темекі вообще керек емес нәрсе. Вообще керек емес қой негізі. Дымға керек бастап кеттің ба? Мен жалпы темекі шекпеймін. Мен шеккен емеспін. Не выезжай ситуация. Сол бір концерт кездерінде бір балдармен бір Құтыратын ғой. Артист сезінгісі келеді ғой өзін. андай типа сондай моменттерде бір туған күнге барып қалса, бір сондай моменттер болмаса, так вообще. Мен еще Бастағанды ойлайсың ба темекіні? Вороны дейтін білесің ба, японский. Ойбай. Иә. Сол вороныды қарап аламын да, 18-ден сол Саридзава. Енді Саридзава, Генджи там. Квартирамда өзім тұрамын бойшы, бір темекі сатып аламын, бір пачка. Сол қарауымды айына Сен қарап. фильмнің романтикасын тойып алдың ба? Иә, аналардың бейт, геройлар бейт. Осы жерде де көшегіне темекі тартып тұрмай ма? Sonra қарауымды бүйтіп айына қарап, сөйтіп бастап кеттім ғой далбайым. Негізі ең бірінші темекіні осы никотин маркетинг солай басталды, киноға келген ғой.